Келіңіздер, достар, эфирде жастар бір телеарнасы. Мотивация хабарын бастаймыз. Бүгінгі біздің хабарымыздың қонағы да ерекше. Өйткені мен Құралай ханымды мотиватор деп атаймын. Жалғыз мен ғана емес, республиканың бүкіл қыз-келіншектері де мотиватор деп атайды. Инстаграм парақшасының гүлі. Саламатсыз ба, Халия? Шақырғаныңызға көп рахмет. Қалыңыз қалай? Керемет. 296 мың оқырманы бар Құралай ханымның осы хабардан кейін бәлкім оқырманы 300 мыңнан асып кетер, кім біледі. Рахмет. Қысқа ғана уақыттың ішінде өзіңізге соншалық оқырман жинаудың құдіреттілігі сіздің тіліңіздің шырайлылығы және көп оқығаныңыз, көп тоқығаныңыз, өмірлік тәжірибеңіздің барлығы сол сөз саптауыңыздан көрініп тұрады. Әкеңіздің тәрбиесі осы жайында әңгімені бастасақ. Әкеміздің, анамыздың айтқан әрбір сөзі сол кезде жетпесе де жылдар өте анализ жасап, талдап, қазір миға қонып, өзімізден кейінгі сіңілерімізге айтатындай жасқа келдік. Қаншама қыз-келіншектерге енді осы Инстаграм парақшасы арқылы болсын, өзіңіздің өткізіп жүрген республиканы аралап тренингтеріңіз арқылы болсын, өмірде жеңіс пен жеңілістерден тұратын сәттерде өзін қалай ұстау керектігін үйретесіз, бағыт-бағдар бересіз. Оны кейбіреу қабылдайды, кейбіреу қабылдамауы да мүмкін. Қай пайызы басымырақ? Қабылдайтындар ма, жоқ әлде қабылдамайтындар ма? Қабылдайтындар басым. Негізі былай ғой, Ғалия, қазір біздің ерте замандағы ата әжелеріміз, мамаларымыз, аналарымыз біздің дене еңбегімен сыналды. Олардың соған қарай физикалық дене бітімі де қолдары балғадай, жауырындары қақпақтай, себебі таңнан шығады, қырманға барып, өзінің үйдегі 4-5 бала шағаға тамақ тауып беру үшін кәдімгідей еңбекпен шыңдалды. Ал енді қазір бізде ондай заман жоқ, тіпті қарнымыз аш дегеннің өзінде құрбымыздың үйіне барып, әңгіме айтып, қасына 1-2 баламызды ертіп алып, тамағымызды тойдырып келсек те болады. Жұмысқа құрсақ та жеп кетеміз дейсіз ғой. Кәдімгі қазір тіпті жаңағы кеспелер бар түрлі деген секілді. Сондықтан қазір біздің сыналып атқан заманымыз оймен, миымен сыналып жатырмыз. Сондықтан қабылдайтын адамдар көп. Біреуіміздің күйеуіміз басқа елге кетіп жатыр дейді. Біреуінің күйеуі ойын құмар, біреуі арақ құмар, біреуді баладан, біреуді күйеуден, біреуді енеден, біреуі жұмысынан сыналып жатқан адамдар. Бұның бәрі мидың еңбегі болғаннан кейін сұранысқа қарай ұсынысы дейді ғой, сол үшін де қазір психология көбейіп кеткен. Сондықтан даяр асқа тік қасық дейсіз ғой, яғни біздің кірімізді машинка жуады, тамағымызды жаңағыдай даяр дегендей даяр ас тұр десек те күйзелуге уақыт табамыз. Басқаға уақыт жоқ дейміз. Қанша жұмыс басты болып кеттік, тіпті баламыздың тәрбиесіне де кейде көңіл бөлмей жататын шығармыз. Сол енді абай атамыз айтқандай, тамағы тоқтық, көйлегі көктік, аздырар адам баласын деп. Біздің сол азып тозып жүргенімізде сол көйлегіміз көктіктен, тамағымыз тоқтықтан, ішіміз пысқандықтан. Енді менің көбінесе айтып жүрген әңгімелерімнің бәрі қазіргі біздің қоғамды, мен өзімнің жолдасым айтады, 1 градусқа болса да өзгертші деп сөйтіп күлетті. Сонда сен қоғамды өзгертіп жүрсің, саған кедергі болудың өзі күнә деп кейде айтып жатады. Сонда өзгерту емес, негізі бізде қазір ер азаматтардың бір сыйы, қадірі кетіп қалған заман болып жатыр да. Сосын негізі бір тарихтан бастап оқып келсек те, ер азаматтар матриархат дейді ғой, әйел билеген заманда педофилизм дейді қазір, гейлар дейді, түрлі жастардың, сіздердің қазіргі өздеріңіздің біздің атамыздың көрермендеріне айтып отыратыным, бір қоғам бұзылады екен. Негізі әйел адамдар көбісі ренжиді мен осы сөз айтқанда. Әйелге әй дейтін әже, қой дейтін қожа керек. Себебі Алла теңестірмегенде адам теңестіре алмайды дейді. Шариғатта да бар ғой, екі әйелге бір еркекті теңестіреді таразы басында. Сол үшін біз әйелдерге кішкене жеңілгеніміз, кішкене артқа қарай ысырылғанымыз, ер азаматтарды алға қойғанымыз бұл қоғамның, бүкіл қоғамға пайдалы. Себебі мықты әйелдерден кішкене жігерсіз ұл туылады дейді. Мықты темір әйелдер деп жатады ғой. Ер азаматты
кішкентай кезінен ұл баланы үлкейтудің өзі де жаңағы жеңілген әйелден туылады екен, сондай мықты ер балалар. Егер анасы мықты болып тұрса, анасы бүкіл жаңағы 10 жастағы, 20 жастағы, 30 жастағы ұлды арқалап, арқасына бүкіл проблемасын шешіп тастап, бүкіл сол үшін бүкіл тірлігін істеп тастап жүрсе, одан сондай жігерсіз ұл туылады дейді. Сондықтан енді менің айтып жүретінім сол ер азаматтарды қадірлейікші деп өсейікші. Ер азаматтардың көбінесе енді барлығының көзіне топырақ шашпай-ақ қояйын, жігерсізденуінің себебі осы біз қыздарды алдыңғы планға шығарып жібергеніміз. Оқу жағынан келсін, қызым оқысын, ертең барған жерінде тастай батып судай сіңсін, жүзі жарқын болсын, абыройлы болсын, оқытайық, шоқтайық деп, сол тенденцияны мүмкін жою керек шығар. Ұлдарды оқытып, әлде де болса дұрыс. Себебі сіз мысалы завод ашып ойлап тапқан, немесе қандай да бір мына қазір телефондардың түрін, гаджеттардың түрін көріп жатырмыз. Түрлі әлеуметтік желілер бар. Соның біреуін ойлап тапқан әйел адамды көрдіңіз бе? Бүкіл жер планетасында. Ер азаматтың бәрібір логикасы да басқа, олардың ойлау қабілеті де басқа. Олар бәрібір бізден мықтырақ. Жаңа ғана айттым ғой, Алла теңестірмегенді адам теңестіре алмайды деп. Сондықтан әйел адам өзінің нәзіктігін, өзінің бір әйелдік қылығын дейма, өзінің бір жеңілісін білсе, ол ұтады менің ойымша. Сіз ұтады дегеннен шығады, сіз өз парақшаңызды бағамдап, зерттеп көрдіңіз бе? Оқырмандарыңыздың басым бөлігі әйелдер болғанымен, ер азаматтар бар ма? Менде жаңа статистика деген шығып тұрады ғой, сол жерде 27% ер азаматтар бар. Ер азаматтар, дайрект арқылы сізге хабарласып, өзінің мұң-мұқтажымен бөлісіп жататын ер азаматтар бар ма? Мысалы, әйелім сыйламайды, әйелім жүріп кетті деген сияқты. Жоқ, ондай ер азаматтар жоқ. Көбінесе маған хабарласатын ер азаматтар рахмет айтып хат жазады. Біз осылай ажырасу үстінде тұр едік, сіздің, менің әйелімнің бүкіл несін өзгертіп тастадыңыз, сіздің парақшаңызды оқып. Бір ер азаматтың енді жүрегімде қатты қалғаны, ұзақ хат жазыпты, осы өзі органда істейді екен, полицейский. Сонда күні түні әйелім қызғана беретін, 2 ұлымыз бар еді, соның ажырасу сәтінде тұрғанбыз. Әйелімді де жек көріп, содан кейін бір күні түнгі сағат 2-де келсемде қызғанады, ұрсады, жұмыс бабымен әртүрлі болады деп сөйтіп жазыпты. Сосын бір күні қарасам, әйелім телефон ұстайды да, тырқ-тырқ етіп күліп отырады. Келсем, тамағым пісіп тұрады, шайым дайын. Сосын мен қызғана бастадым дейді. Әйелім, не оқып отырсың сен деп, сонда осындай Құралай ханымды оқып отырмын деп. Қазір әйелім сондай жақсы көріп кеттім, бұл өзі де өзгеріп кеткен сияқты, нұрланып кеткен сияқты деп. Сосын көптеген ер азаматтар кітабымды сатып алып жатады, семинарларға билетті өздері сатып алып беріп жатады. Менің әйелімді шақыру билет жазыңызшы деп, себебі ол енді ақылы болғасын, ол бармай қояды ертең. Сіз шақырдым деп, шақырыңызшы деп түрлі жаңағы ұтыс ойындарын ойнатам. Сонда әйелдеріне жеткізгісі келетін секілді. Менің аузыммен басқа. Демек, осындай бітімгершілік миссияны атқарып жүрген сізде бір Аллахтың елшісі сияқтысыз. Енді ол, жоқ, артық айтқандық емес бұл. Өйткені қазір бар ғой, мысалы медиациялық орталықтар қазіргі сотқа дейінгі осындай ерлі зайыптыларды қайта қосу, баланың болашағы үшін бірге қалдыру деген сияқты. Бірақ біздің қазақтың бір көнбістігі тағы бар. Бір жағында таяқтың ұшы қайда жатыр, екінші ұшы қайда жатыр. Бала үшін шыдаймын дейді, өзінің басын өмір бойы таяққа жегіп қоятын қыз-келіншектер де табылады арамызда. Олар жайлы не айтарыңыз ба? Енді ол бір аз ғана пайыз шығар, бірақ негізі қазақта сөз бар ғой, жақсы әйел жаман еркекті адам қылады дейді. Есіктен төрге сүйрейтін әйел, көрге сүйрейтін әйел дейді. Қандай ол, білмеймін, мен қазақтың азаматтарының қанында, Райымбектің, Қабанбайдың, Абылайдың бір қаны бар секілді де, қандай жаман ол, тіпті біткен ер азамат десе де, әйелге деген бір махаббатпен, жылулықпен әрбір азаматтың жүрегінде бір от жанатын секілді. Егер әйелі сол сезімді беріп отырса, әйелі сөйтіп жігерлендіріп отырса, себебі бүкіл қалаларды кезінде барлық осы ғаламаттың бәрі, мына цивилизацияның бүкіл көйлектің тігілуі, зауыттардың, фабрикалардың ашуы да біздің әйелдер үшін жасалған секілді. Сөзіңіздің жаны бар, десек те өзіңізде оқытушы болдыңыз ғой, мен де кезінде мұғалім болғам. Сол кезде 4-ші сыныптың ана тілі оқулығында әйел ана деген керемет аңыз әңгіме бар. Сол жерде жаугершілікте зынданға түсіп қалған, қапасқа түскен көп қазақтың азаматтарын құтқарып қалатын әйел ана. Мысалы айтады,
өздерің алып кетіңдер деп. Қолдарыңнан көтергендерін, көтере алатын заттарыңды, жүктеріңді жүктеріңді алып кетіңдер дегенде, жаңағы баланы сірәда жетектейді, ал күйеулерін арқалап, бүкіл бір ауыл жұртын құтқарып шыққан екен да. Осындай әйел адамдардың ақыл парасаты биік болса, расымен де алданып қала салатын, еркелетсең, Құдай-ау саған аспандағы айдап әперетін ер азаматтардың бақытты болуына бір себеп. Олар қазір көп хат жазады да, енді осындай сөздерді қабылдағысы келмейтін қыздарды айтып жатырмын, жаңағы бір аз пайызды. Жаңа күйеуім ұрады, немесе шеді, сондайларды айтып жатқанда, кезінде қазақ күйеу ер азамат ұрмақ түгілі, мысалы әйел адам ер азаматтың киімін баспаған. Ер азаматты сондай бір жоғары орынға қойған, оның тіпті айтқан сөзінің өзі бір қадірлі болған. Бір аңыз әңгімені айтып берейін осы жақта. Баяғыда бір байдың екі қызы болған екен. Біреуі өте әдемі, ақылды, сондай көркем мінезді, бәрі шебер сондай. Екіншісі ерке болыпты. Дөрекі, бүкіл ауыл шашып кетті ана қыздан. Сонда бір екі жігіт келіпті де көрші ауылдан айттыруға. Содан ата айтыпты, менің үлкен қызым бар, енді ерсілеу, кішкене еркелеу, мінезі де сондай жаман. Оны бір сиырға бере салам, ал енді кішкентай қызым сондай көркем мінезді шебер, оны 3 сиырға берем деген екен. Сөйтсе жаңағы жігіт айтты, 7 сиыр беріп, үлкен қызыңызды алам деп. Содан бүкіл ауыл аң-таң, қалай бұл сонда мынандай дөрекі, сондай жаман қызды алып кетіп бара жатыр деп. 1 жыл күтіпті, енді қайтып келетін шығар деп. Бір күні қайтып жібереді ау деп. 2 жыл күтіпті, жоқ, 3-ші жыл шал айтты кемпіріне, барып көрейік енді ана қыз не болып жатыр екен деп. Тым-тырыс деп. Сосын жаңағы көрші қалаға барып қараса, бір әп-әдемі шетте үйде, жаңа кімнің үйі десе, өзінің жаңа күйеу баласының атын айтады. Сүп-сүйкімді балалар, жаңа қозылағымен, малымен бәрі күшті болып жатыр. Соның үйіне кіріп, жаңа өзінің қызы екен. Әп-әдемі семья болып кеткен, таң қалыпты. Енді біз бүкіл ауыл болып сені күтіп отырдық, жаңа бүкіл ауыл болып қайтып келе ма деп сенен құтылғанымыз бар, 1-ші жыл қуандық. Енді бұл қалай десе, сонда мені өте жоғары бағалады. Жаңа 7 сиырдан 7 сиырға бағалағаннан кейін сол 7 сиырдан төмен болғым келмеді деп. Сондықтан ер азаматты бағалай алмаймыз. Бүкіл қоғам ер азаматқа әйелі қалай қарайды, солай қарайды. Егер әйелінің көзінде түсіп қалған еркек, ол қоғамда да көтерілмейді. Омар Жәлел деген кісінің бір сөзі бар, елде бейбітшілік болғанын қайтейік, үйінде соғысың болса дейді. Сондықтан әйел адам үйінде бәрі жақсы болса, ер азамат ол нұрланып өсе беретін секілді. Дұрыс айтасыз. Тең-теңімен, тезек қабымен дегенде бар. Сол сөздің шығу төркінін мен де айта кетейінші. Бірде бай баласы қызға құда түспек болады. Бірақ қызды көрмеген, сынау үшін өзінің есік алдында жүрген құлақ кесті қолын бай қылып киіндіріп, атқа мінгізіп, жасау барлығымен жібереді, жөнелтеді, жөн-жоралғысымен. Сөйтіп, енді әлгі байдың ауылы да бұл жігітті көрмеген, олар да сынап көргісі келеді де, есік алдында жүрген, тезек теріп жүрген күңін әкеліп, киіндіріп, байдың қызы қылып қояды. Жігіт келеді, қонақ болып төрде отырады. Содан алдына әлгі сүбе-сүбе етті әкеліп табақ тартқан кезде қатыр-құтыр шайнайтын жаңағы құйқа жоғынай деп айтады дейді. Содан оны біліп қойған ғой енді кедейдің баласы екенін. Сөйтеді, бұл жақтағы қыз да жаңағы күңді ұзатады. Ұзатып келе жатқан қыз ауылға жақындаған кезде бұлар мәз байдың қызын алып келе жатырмыз деп, ал ауылға жақындағанда жаңағы қыз айтады дейді, шіркін-ай, мына ауылдың тезегінің көбін-ай деп келеді. Тең-теңімен, тезек қабымен деген осы содан шыққан дейді. Құралай ханым, айтылмаған әңгімеңіз болсын. Бір сұхбатыңыздан оқыдым. 4 балалы болғанда ажырасып кетуге дейін барған екенсіздер. Мен сондай оқыдым. Бұл қате дерек пе? Жоқ әлде шын дерек пе? Білмеймін, бұндайсын. Бірінші рет сізден естіп таңғалып отырмын. Міне, демек біздің әлеуметтік желілердің өзі де қате деректер таратады деген сөз, е? Білмеймін, ондайды бірінші рет өзім таңғалып. Өзіңіз таңғалып тұрсыз ғой, е? Сол кезде бұл қазақ тілді сайттан алынған мәлімет. Сіздің сұхбатыңыз, қай жерде оқыдыңыз, бәрі жазылған. Мен содан алып отырмын, содан айтып отырмын. Ешқандай құрастырылып тұрған жоқ. Бізді насихаттайтын, сіздер туралы жазатын ақпаратты құралдарындағы өз әріптестеріміз, демек керек деректі дұрыс тарату керек деп ойлаймын. Қалай ойлайсыз? 50-ге толды деп былтыр Майра Мұхамедқызының өзінде біздің Google-да қате жазылған мәліметтер өріп жүр. Сол сияқты Абайдың қара сөзін алып қарасам, кім дейді, Шыңғысбай қарызды қашан қайтарасың деген сөз қосып қойыпты.
мінекей біздің интернет жайлаған заманда қазір керексіз деректі толтырып тастаған ақпаратты іздеп миымызды улап соған көп уақыт бөлеміз. Сол ғой, қазір ана Google ұрпақтар дейді ғой. Қазір біз деген өзіміз кітап оқымайтын заман ғой. Бәрі біреуден естіп алғанын қайтарып айта салады. Ол тіпті кейбіреулер жаңағы Мұқағалидың тірі екенін де білмейтін, осы жақында бір әңгімені естіп таң қалдым. Жаңағы Мұқағалидың қайтыс болғанын. Мұқағалиды шақырсаңдаршы деген секілді бір әңгіме айтылыпты. Сол кезде ойлап қоямын, сондай дәрежеге жетіп қалдық па, сұмдық-ай деп. Бұл Google ұрпақты тоқтату үшін жаңа өзіңіздің ақыл кеңес беріп жүрген алтын құрсақ аналарымыз ер азаматтарын жоғары қою керек дегенге тоқтаймыз ғой тағыдай. Ал енді сіздің айтылмаған әңгімеңізге көшсек, мен сізге дейін қазағымыздың мақтан тұтар қыздары Ырза апамыздан және жезтаңдай әнші Майра апамыздан сұхбат алған болатын. Сол кезде ол кісілер еш жерде сұхбаттарында айтпаған, айтылмаған әңгімелерін осы біздің студиямызда жастарға арнап, жастарға үлгі сабақ болсын деп айтып кеткен болатын. Мен де өз басымнан өткен айтылмаған әңгімелерімді айттым ол кісілерге. Енді менің сізге айтылмаған әңгімелерім қажет болса айтармын, бірақ мен сізден бірінші білгім келіп отыр. Бәлкім өміріңізде біреуге сабақ болар ең үлкен айтылмаған әңгімем дейтіндей қандай құпияңыз, сырыңыз бар? Сіз жаңа эфирдің алдында айтып дайындап қойсаңыз olur еді. Мен деген ешқандай есіме түспей жатыр, себебі мына қазір әлеуметтік желі деген адамды бүйтіп айқара ашып тастайтын дүние ғой, ішіңдегінің бәрін сыртқа шығарып, оның үстіне ақ көңілдік па білмеймін, үлгі болсын деймін да, әр нәрсемді ашып айта беремін. Ол бір мақтаншақтық деп те кейде қабылдап жатса болады, бірақ әрбір сөзімнен бір үлгі алса екен. Сосын осы Инстаграмға келген кезде енді балаларға 24 сағат көңіл бөлемейміз ғой. Тіпті біздің қазіргі мына бір есек өмір ғой, бізде 2-3 жерде жұмыс жасаймыз, күні түні шапқылаймыз, күйеуім де өзім де. Сол кезде бір ішімде бір мұң пайда болды. Бір құрбыларыма, жұмыста қызметтестеріме айтам да, үйге келген кезде ұлдарыма, қыздарыма айтылмай қалады осы әңгіме деп. Негізі әлеуметтік желіні мен сөйтіп бастағым. Кейін тіпті балаларым оқысам, оқымаса да, енді аман болса, осы әлеуметтік желі ғаламтор аман болса, кейін немерелерім, ұрпақтарым кезінде Құралай апамыз өйстіп айтыпты ғой деп, мүмкін қыздарымның енді өмірлері қандай болады білмеймін ғой, қандай да бір өздерінің қиналыстары болсын, қуаныштары болсын, сол кезде анамыз не ойлады екен деп, сол өздерінің фотоларын қоям да, сосын сол фотолардың астына өзімнің ойымды жаза берем. Әр адам өз фотосын іздейді ғой, енді бұл заманда. Сол кейін өскен кезде өз фотосын қарасында астындағы ойларды оқысын деген секілді сөйтіп ойларды жазып, бұл енді жаңа қыз келіншектерге, өзімнің сіңілілеріме қызық бола бастады. Енді сондай бір жүрек жарды айтылмаған әңгіме деген ондай дүние жоқ. Бұның бәрі сол барлық жерде айтылып жүрген әңгіме секілді. Құралайды халық қалай қабылдайды, Құралай дәл сол қалпында дейсіз ғой. Енді мен айтылмаған әңгімем деген кезде өзімнің өмірімнен өткен сол құрсақтағы баламмен бәлкім ер азаматымды бағаламаған шығармын. Мендегі жастық жалын сол жіберген қателікті кешіруге жол бермеген шығар деп ойлаймын. Мен соны жеңе алмай кеттім. Қазір ол жайлы менде өкініш жоқ, мен оған шын бақыт тіледім. Менің айтылмаған әңгімем осы, құрметті көрермен. Енді келесі айдарымызға көшейік, оқылмаған кітап айдары. Құралай, кітапты көп оқисыз ба? Кезінде, бала кезімде өте көп оқыдым. Одан кейін мына декреттік демалыста дейді ғой, сол кездерде отырғанда оқыдым. Енді қазір соңғы кезде шамам жеткенше, санам жеткенше оқып жүрмін. Шамам жеткенше, санам жеткенше оқып жүрмін деген кітаптардың арасында Правдинаның кітабы көп па, жоқ әлде біздің қазақ жазушыларының кітаптары басым ба? Соңғы кезде шетелдің басым. Бірақ енді қазір Шәкәрім мен Абайды зерттеп жүрмін. Өзімнің жаңағыдай тағы да санам жеткенше. Бірақ соңғы кезде мына Омар Жәлелдің Қарекет деген кітабын алып едім. Шынымды айтайын, 3 бетін оқыдым, миым шаршап кетті. Бұл енді біздің жаңа ғана мен айттым ғой, әйел адам бәрібір ер адаммен теңесе алмайды. Себебі ананы оқып түсіну үшін енді Абай жолында қандай бір өзің жасыңда оқысаң, әртүрлі қабылдайсың ғой. Әртүрлі қабылдайсың. Сол секілді қабылдауым қазір өте қиын болып жатыр. Мен Шәкәрімді де, Абайды да
бірақ бүкіл батыстың психологиясы, бүкіл жаңағы дүниенің бәрі абайда жатыр екен. Оны бүйтіп түсіндірейін десем, мына энергетика деген болады ғой. Мына Құранның энергетикасы, сосын абайдың энергетикасы өте жоғары. Мына қарапайым адамның түсінбейтіні, оны кіріп оқымайтыны біздің деңгейіміз өте төмен болып тұрады екен. Менің өзімнің деңгейім өте төмен болған. Сосын жаңағы орыстың Наташасы, жаңағы Правдинасы, ана Иван бүйтіп айтты, Катя бүйтіп айтты деген секілді бір қарапайым өзіме түсінікті сөзбен айтқан кезде ол маған дәл қонды да, содан сөйтіп келе өзімнің энергетикамды, деңгейімді көтеріп келе, қазір абайды да, шәкәрімді да бір ауыз сөзден түсініп, жаңағы қарекеттің өзін мен мысалы 1 жыл бұрын, 2 жыл бұрын оқысам түсінбейтін едім. Энергетиканы көтеру дегеннің өзі де бір мотивация шығар, иә? Біз қазір тез шаршаймыз. Бүгін оқыған затымыз ертең ұмытып қалуымыз мүмкін. Сондықтан энергияны адам неден алу керек? Энергияны махаббаттан алу керек. Жүректен алу керек. Әйел адам, мына әйелдің жүректе қуат көзі бар дейді. Табиғат өзі жаратқанда әйелді беруші қылып жаратқан ғой. Біз жаңағы баланы дүниеге алып келеміз. Біз жаңағы махаббатты бере беруіміз керек әрдайым. Біздің тіпті мына күйеуіміз мен өзімен 6 балалы болғаннан кейін таңғалам, ер азаматтарда ол жоқ. Көбінесе қыздар маған жазып жатады, күйеуім SMS жазбайды, жақсы көрем деп айтпайды, сондай бір өзінің махаббатын шығармайды дейді. Оларда жоқ қой деймін да. Мысалы, неден роддомнан баланы перзентханадан алып келсең, қорқып бүйтіп қарап тұрады. Әйтеуір бүйтіп қарайды, маған ұқсай ма, ұқсамай ма деп, әйтпесе арттан, алыстан қарап тұрады да. Сосын оны деген еркелете де алмайды, жақсы көре де алмайды. Сен мысалы өзің жаңағы ути-пути бір қандай сөздерді айтсаң, жаным, күнім, көкем десең, ол тура соны қайталайды. Әйел адам үйретеді махаббатты. Сондықтан әйел адамда әрдайым бір жүрегінде жылулық болса, ол неден болса да ләззат ала береді. Жұмыстан болсын. Күйеуі дөң, ештеңе түсінбейтін, мен осындаймын, менің жаратылысым осындай болды дейтін болсашы, оны өзгерту мүмкін бе? Жалпы сүтпен туа бітті мінез өзгерту. Бұның бәрі тәрбие екен. Мен мына телевидениені, фильмдарды, осы передачаларды, программаларды көріп жүріп анализ жасаған. Совет өкіметі кезінде Салтанат деген қыз рөлін ойнаған, Гаухартас деген фильм ғой. Иә. Сол жердегі Жана апай ойнаған. Сол жерде күйеуі дөң ғой, сіз айтқандай қазір. Біз мысалы сол фильмдер бізге тәрбие құйып тастайды екен. Бізге мысалы сол кезде қазақтың азаматын біз бәріміз сөйтіп қалыптастырдық. Сосын мына қазіргі Правдинаның, психологияның айтып жүргені, бұның бәрі аффирмация, бұның бәрі миға құйылған дүниен. Сен солай ойласаң, мен сондай жігітке күйеуге шығам, немесе менің күйеуім сондай десең, ол солай болып кетеді екен. Себебі қазіргі мына мобильді ғасырда Wi-Fi-дың өзін сіз түсінбейсіз ғой, қалай келіп жатыр. Жаңағы Алматыдан жіберген фотолар сізге Астанаға 1 секундтың ішінде ашып көріп жатсыз. Сол секілді адамның миынан жіберген ақпарат ол адамға барып қонатта, қалай ол сияған солай көрсетіп тұратын белгісіз. Сол секілді бізді кезінде Совет өкіметінің кезінде, Кеңес өкіметінің кезінде, одан кейінгі мына әрбір фильм бізді сөйтіп дағдыландырады екен. Сол секілді қазақтың қызын, қазір мысалы айтып тұрмын ғой, қазақтың азаматтарын қазір маған енді білмеймін, өйтіп айтуға болмайтын шығар, түрлі бір әзіл сықақ театрлар қаптап кетті қазіргі заманда. Оларда маған ренжіп қалатын шығар, бірақ мен қазақ азаматтарының әйел болып киінгені ұнамайды маған. Бастарына не тағып алып, әйелді бір күйеуін бүйтіп ұрғылап, немесе бір чаңқылдап, әйеліне бір әзіл сықақ, мүмкін енді ол дұрыс шығар, адам шаршаған адамды күлдіру де керек шығар, әзілді. Пайғамбар енді әзілді жақсы көрген дейді ғой. Бірақ мына қазақ әйелінің кәдімгі болмысын, қарапайым баяғы заманның орамалын таққан, мен мысалы өзімнің балаларыма бір сондай чаңқылдаған, беткен әйел болып қалғым келмейді. Нұртас Адамбаев ренжімеңіз, Құралай ханым Келинка Сабинкаға бармайды. Жоқ, ол кісіні енді тіпті бүйтіп түртіп айтпай-ақ қойыңыз, ертең маған ренжіп қалмасын. Көп қой енді қазақтың қазір азаматтар. Кәдімгі қазақтың бір әйелінің қарапайым қалпын мен өзім балама қалай болып қалғым келеді. Кәдімгі дұғасын оқып отқан, шайын азаматына беріп отырған, баласын күтіп отырған, күйеуін күтіп отырған бір ажарлы, әдемі әйел болып қалғым келеді. Ал мен жаңағы эфирді қарасам, менің балаларым не көреді? Күйеуін ұрғылап атқан, шашы дода-дода, мынандай төс жасап алған, чаңқылдаған бір болмайды. Қазақтың миына қазірден құю керек. Айтып тұрмын ғой, 1 градус болса да күнделікті мына эфирдің өзі өзгертеді. Қыздардың кішкентай менің ұлым қарайды да, қазақтың әйел осындай екен дейді. Ертең тура сондай әйелге үйленуі де мүмкін да, ол себебі норма деп қабылдайды. Сондықтан ондайдың бәрін алып тастау керек. Тіпті эфирден алып тастау керек. Болмайды өйтіп жаңағы әйел болып, қазақтың азаматында баяғы заманда ол дөң болмаған. Ол жаңағы аңға барған, өлең айтқан, сері болған, өлең шығарған. Абайдың өзін қараңызшы, дөң ба, мысалы, сондай қатып қалған. Себебі ол нағыз лирик, романтик, қандай керемет дүниелерді шығарған. Ал біз келеміз де, жаңа бір фильм арқылы бүкіл қазаққа
тайға таңба басқандай, ол мынандай, қазақтың азаматы осындай деп, ол сосын кетет, миларға кетет, мидағы нейрондар бұл Wi-Fi секілді. Мысалы, сіз қазір бір жерде қоғамда баланы таста кетіпті мусорға десе, тағы бір қаладан шығып жатады, немесе тағы бір жерден тура сондай ақпарат шығып жатады. Бұның бәрі қазір бір энергия ғой, білмеймін енді қалай түсіндіретінді білмеймін. Сондықтан оны негізі қазақтың әйелі мен қазақтың азаматының түр әлпетін кәдімгідей қазаққа, бізден кейінгі ұрпаққа жасап беріп, әсіресе мына фильмдар, осындай программалар көрсетіп, міне қазақтың азаматы осындай деп. Менің 5 жасар балам соны қабылдайды. Менің әкем мынандай екен ғой, менің болашақ жарым осындай болады екен ғой деп. Ал енді жаңағындай чаңқылдаған көкбет әйелді көрсете беру менің ойымша ұят сияқты. Өте дұрыс айтасыз. Көрілмеген кино сияқты менің сіздің тағдырыңыз маған айтып отырған. Өйткені сіздің әңгімелеріңіз арқылы мен отбасыңызды көрмесем де сол бір күндік өміріңізге сүңгіп кеткен сияқтымын, шынымды айтсам. 6 бала қандай тәрбие алып жатыр, отбасыңыздың, отағасының сізге деген махаббаты, риясыз көңіліңізден, айтқан әңгімеңізден бәрі тайға таңба басқандай көрініп тұр. Бұл да бір бақыт қой. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, менің көрілмеген кино мысалы баламды тәрбиелегенім. Жалғыз басты ана ретінде оны әкесіз өсіру қалай? Қыз сияқты қылып жібермеймін бе? Осы ойдың бәрі мені 18 жыл бойы қажап келген рас. Бұл менің айтылмаған әңгімем, бұл менің көрілмеген кином. Ал сіздің жаңа бақыттан тұратын сәулелі шуақты сәттері мол бүгінгі киноңыз, бүгінгі кітабыңыз маған сіздің өміріңізді айтып берейін. Мысалы, Америкада психологияны эксперимент жасаған екен. Сол кезде бізде енді Қазақстанда, СНГ-да, тіпті Ресейде де жоқ ондай. Себебі психологиядан эксперимент жасау өте қымбатқа түседі. Адамдардың өмірін ол 30 жыл, 40 жыл зерттеу керек. Мысалы, кішкентай бала туылды ма, 30-ға келгенде ол қандай болады деген секілді. Ол бір тышқан емес қой, жаңа биологияда сияқты кесіп қарай салатын. Сонда мысалы көптеген нелерді алған, отбасыларды алған. Жалғыз басты ұлымен, жалғыз басты қызымен, әкесі бар, шешесі бар, ұлдарымен, қызымен, атасы бар, апасы бар, атасы жоқ деген секілді әртүрлі модель отбасы дейді ғой. Соны алғанда 80-70 жылдары. Сосын 2000 жылдың басында оны зерттеп біткен, нәтижесін шығарған. Сонда білесіз бе, ең бақытты, ең табысты азаматтар қандай отбасынан шыққан? Анасы бақытты отбасынан шыққан. Әкесі бақытты емес, немесе жаңағы бір атасы мен апасы бар, түгел бақытты емес, сондай емес та. Кәдімгі анасы өзінің баласына өзінің махаббатын берген, анасы өзі бақытты отбасынан шыққан. Менің өзімнің жолдасымда анасы жалғыз басты, өте мықты ер азамат, өте мықты жаңағы қоғам деп патриот. Сондықтан ешқандай қорықпай-ақ қойыңыз, ол сіз бақытты кезіңізде сіздің балаңыз да бақытты болады. Егер сіз жаңағындай айтып тұрмын ғой, бір өзіңіздің теңіңіз емес, өзіңіздің жүрегіңізді қинайтын, түнімен жылайтын ер азаматпен бірге болып, бақытсыз болып, балаңызға сол үлгіні көрсеткенше, өзіңіздің жақсы өміріңізді көрсетіп, өзіңіздің мықтылығыңызды көрсетсеңіз, ол балаға да жұғады, ол мықтылық. Дұрыс айтып отырсыз, ішкі ой адамның өмірін қалыптастырып жіберетін. Соған мен көзім жетті. Мысалы, мен жас күнімде өзіме мынандай ішкі ойыммен жоспар құрдым. Менің жолдасым болашақ оқыған, я оқымаған деген термин қалыптастырмай, оқымаған болса да, оқыған болса да, мен әйтеуір шығамын. Сосын менің тойым, егер де олардың жағдайы болмаса, тойым болмайды деп шештім. Сіз сенесіз бе? Мен оқымаған жігітке күйеуге шықтым. Жаңағы мен сізге айтқан Wi-Fi толқындар, бүкіл әлемге ғарышқа жібергенсіз, соны қабылдап алғансыз. Соны қабылдап алдым. Тойымыз болған жоқ. Ал қыз баласы ақ көйлекті өмірінде бір-ақ рет киеді ғой. Мен екінші рет тұрмысқа шықсам ақ көйлек кимеймін. Сондықтан бізді тамашалап отырған үлбіреген аппақ сіңілілеріміз, Құралай ханым екеуміздің бүгін айтып отырған оймен өміріңізді құрау туралы шешімдеріңізді дұрыс құраңыздар, жоспарларыңызды дұрыс құраңыздар. Сонда сіздердің өмірлеріңіз ерекше болатындығы айдан анық. Құралай ханым, сіз енді жарнаманың түбін түсіреді екенсіз. Сіз әлеуметтік желі арқылы жарнамадан табыс табасыз ба? Иә, дұрыс. Өйткені ол бала шағаңыздың ырзығы деп қабылдау керек, көрермен. Сіздің мынау жарнамаңыз енді маған өтті. Шынымды айтайын, мен кірпік жапсырып көрген адам емеспін. Және осы хабарды жүргізуге келіскенде де мен шындығымды айтам, өзімнің болмысымда қандай
туа бітті мінезім бар, қандай кемшілігім бар, барлығы айтылуы тиіс. Өйткені менің қателігімді басқа қыздар қайталамауы керек. Олардың өмірі жарқын болу үшін несі бар? Менің қателіктерім сабақ болса. Ал сіздің мына жарнамаңыз енді маған бір тамаша керекті дүние болайын деп тұр. Сөзіңіз қандай күшті. Кірпіксіз көз жоқ, көзсіз сөз жоқ, сөзсіз бөз жоқ. Бөз болу үшін сөз керек, сөз болу үшін көз керек, көз болу үшін кірпік керек, кірпік болса көз болады, көз болса кірпіктерді қағып жіберіп, кеуден бөзді де, басқаны да сұрап аласың дейді. Қандай жарнама. Мынаны телеарналарда, радио хабарларда беріп жіберсе де, шынымен де енді Procter & Gamble басқалар ренжімесін. Тамаша жарнама екен. Осындай өткір жарнамаларыңызбен халқымыздың қыздарына, қыз келіншектеріне өмірін өзгертер ақыл кеңестерімен аман жүргейсіз, Құралай ханым. Хабарымыздың түйіні болсын, өз пікіріңіз, өз ақылыңыз болса мархабат. Жас сіңілілеріме айтарым, қазақта мынандай сөз бар, енді қазақта емес, бұл ислами тұрғыдан да, жұмақты армандасаң да Фирдаус жұмағын арманда дейді. Өте, енді ол деген ең жаңа супер мега деп қазір жаңаша тілмен айтамыз ғой. Сол сияқты нені армандасаңыз да, жас болсаңыз, қарадан емес ханнан дәметіңіз. Жақсыдан, көйлектің әдемісін, тамақтың тәттісін. Себебі бұл қазіргі ғасыр сондай. Біз жаңа стереотиптар дейміз ғой, бұрынғы өзіміздің аталарымыздың, апаларымыздың қоя қойшы, маған осы болады, жаңа сіз айтқандай ақ көйлекті де кимей ақ қояйын, жағдай болмаса болмай ақ қойсын. Бұл бір шетінен жаңағы ер азаматты қамшылау үшін де керек екен. Ер азаматтарымыз біздің әлсізденіп бара жатқаны, жігерсізденіп бара жатқаны біздің жаңағы сұранысымыздың аздығынан. Сондықтан еркелеңіздер, қылықты болыңыздар, ағаларыңызға еркелеңіздер, әкелеріңізге еркелеңіздер, болашақ жарларыңызға да еркелеуді үйреніңіздер. Жаңағы жүректегі бір еркектік мінез емес, керісінше қылықты, әйелдік мінезді көтеру керек деп ойлаймын. Ғұмырларыңыз сұлу болсын. Рахмет Ғалимш шақырғаныңызға. Иә, ендігі тренингтеріңіз жігіттерге өтсе де мен таң қалмаймын. Өйткені қазағымыздың қазір кейбір тығырыққа тірелген сәттерінде көмек болатын сөздер сіздің аузыңыздан шығатынына, сіздің жүрегіңізден шығатынына мен сенемін. Жоқ, әйелдер өзгерсе, ер азаматтар десек өзгеріп кетеді. Оларға да қажет сияқты. Әр адам өзінің азан шақырып қойған атына заты сай болады. Бұны мен Ырза ханымға да айтқан болатынмын, өміріңізге ырза шығарсыз деп. Сіздің Құралайдың көзіндей мөлдіреген жанарыңыздың астарында бір тазалық, адамға сенімді қып жеткізетін тұңғиық ойдың көрінісі. Менің бүгінгі көргенім, түйгенім сіздің өміріңіздің талайға үлгі болатындығы. Жастар бір арнасын тамашалап отырған әрбір көрермен, әрбір уыздай жас іні сіңлілеріміз және бөбегін дәл қазір емізіп қолына алып отырған аналар осы бақыттың бұлағынан сусындаса дейміз. Бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Мотивация хабары сіздерге әрдайым жігер берсін, күш берсін, қуат берсін. Ғалия Өзбекбайқызы, келесі аптада амандықпен жүздесейік.